Зайырлылық ұғымы мемлекеттің өмірдің барлық салаларында, соның ішінде дінде де адамның ар-ождан бостандығын қамтамасыз ететіндігін, діннің мемлекеттік саясатқа араласпайтындығын білдіреді. Зайырлы мемлекетте барлық діндер тең құқығы, сонымен қатар олардың барлығына бірдей талаптар қойылады. Мемлекеттік органдар діни бірлестіктердің ішкі өміріне қатыспайды, егер заң бұзылмаса. Ал діни бірлестіктер мемлекеттік функцияларды орындамайды. Конфессиялық ерекшеліктер мемлекет тарапынан көмек немесе қолдау көрсету үшін негіз бола алмайды. Зайырлы мемлекетте діннің өзіндік орны бар. Дін мемлекеттен бөлінгеннен де қарамастан, ол халықтан, оның өмірінен бөлінбейді. Зайырлылық ұғымы мемлекет пен дін арасындағы қатынастардың демократиялық сипатын, діни сенім бостандығын қамтамасыз етуді көрсетеді. Мемлекет пен дін арасында зайырлы және рухани құндылықтарға негізделген байланыстар орнатылған. Экстремизм әртүрлі идеологиялық бағытқа ие болуы мүмкін және әлеуметтік экономикалық қатынастардың әртүрлі салаларына енуі мүмкін. Ішкі және сыртқы саясат, ұлттық діни экономикалық сонымен бірге экстремизм деп экстремалда әлеуметтік мінез құлықтың кез келген түрін түсінуге болады. Бүгінгі таңда экстремизм мен терроризм қазіргі әлемдегі ең үлкен қауіптердің бірі болып табылады. Экстремизм бұл экстремалды көзқарастарға, әсіресе шараларға деген жақындық. Мұндай шаралардың ішінде тәртіпсіздіктерді, азаматтық бағынбауды, террористік әрекеттерді, партизандық соғыс әдістерін атап өтуге болады. Ал діншіл деген ұғым кез келген дінді ұстануды білдіреді. Экстремизм бұл бүкіл қоғамға жасалған қылмыстармен де адамгершіліктің, құқықтық және адами құндылықтардың жалпыға бірдей танылған нормаларын жоюмен де қауіп төндіретін әлеуметтік қоғамдастық қауіпсіздігінің ең қауіпті құбылыстарының бірі. Мемлекетте жеке адамдар немесе топтар тарапынан қалыптасқан жалпыға бірдей танылған қоғамдық нормалар мен ережелерді түбегейлі жоққа шығару нысаны түрінде және оны іс-әрекет ретінде анықтау керек. Экстремизм саяси идеологиялық және әлеуметтік мақсаттарға жетудің тікелей тәсілі ретінде ғана емес, сонымен бірге адамдарға қорқыныш пен үрей туғызатын жариялылық пен қорқытудың құралы болып табылады. Осылайша қоғамдық назар аудару және өз азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мемлекеттің беделіне нұқсан келтіру тұрғысынан психологиялық әсер жасалады.